Сәлем достар, бүгін сіздерге дәмді тефтели жасап көрсетемін, соңына дейін қараңыздар. 1 кесе күрішке 2 кесе су құйып қайнатасыздар. Дәміне қарай тұз және 1 шай қасық сұйық май қосыңыздар. Жай отта шала піскенше қайнатыңыз. Етімізді мясорубкадан немесе блендердан өткізіп аламыз. Мен көз мөлшермен өлшедім, және де жаңағы шала піскен күрішімізді, етті, жұмыртқа, майдаланып туралған пияз, қара бұрыш, тұз қосып барлығын араластырасыздар да противенге домалақтап саласыздар. Табаға пиязымызды қуырамыз, үстіне үкіштен өткен сәбізді, томатты қосып араластырып, жақсылап қуырып, және де су құясыздар. Су құйып кішкене қайнағанын күтеміз. 200 граммдық 1 кесеге су құйып, үстіне 3 ас қасық ұнды салып, жақсылап араластырасыздар. Комок болмау керек. Осы массаны жаңағы подливкіге құйып араластырамыз. Ол қоймалжың түске енеді. Араластырғаннан кейін кішкене қайнатамыз осылай. Сосын дайын болған тефтелидің үстінен құйып шығамыз ыстық күйінше. Подлив құйылған тефтелиімізді 200 градус ыстықта пешке салып 25 минутта пісіріп аламыз. Енді гарнирімізді дайындаймыз. Мен гарнирге картоп пюресін дайындадым. Кішкене тұз қосып пісіріп аласыздар да, үстіне кішкене сүт құясыздар. Ол жұмсақ болу үшін. Жақсылап езгеннен кейін өздеріңіздің фантазияңызға қарай тамақты әсемдеп ұсына беруге болады. Ас болсын.